Mujahid деген алым айтады, қалбы сәлим әлләзи ла шакка фи, анын жүрегінде ақыретке болған Алланың алдына барып есеп беруге ешбір шегі жоқ. Аны жоқтан бар қылған Аллах. Ертең Алланың барары асына барарына ешбір шегі жоқ жүрек. İmam Katade айтады, қалбы сәлим, сәлим мине ширк, Аллах Тағалаға шерик қошудан, ширктен таза. Мазарға сыйынбайды. Таштарға, тоғы ташқа сыйынбайды. İbn Сирин айтады, қалбы сәлим әлләзи я'лам анна Аллах хақ. Таза жүрек Алланың барлығын бірін хақ деп біледі. Қиямат күнін хақ деп біледі. Ал біз ешбір шек жоқ. Қияматта қайра тірілеріне ішенген бұл таза жүрек дейді. Başka bir alim айтады, huwa qalbul mu'min. İmanlı adamın жүрегін таза жүрек dese болады екен. Kafirдің жүрегі, munafıqның жүрегі оору жүрек. Emne üçün Allah Kur'an'da fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Munafıqtардың, ekicüzlülerin жүрегінде оорулары бар. Al жүректері оорулары дайым аша береді, арта береді. Бақара сүресі 10. ayet. Osman Neysaburi деген алым айтады, qalbus salim huwa qalbul khali minal bid'a. İslam'da жоқ nerselerden, bid'attan taza olgun жүрек. Al-mutmain ila sünne, Allah Taala'nın suyuktu paygambarı körsetken jolga işengen, baktılılık uşu paygambardın körsetken jolunda dep işengen жүректü, salim taza жүрек deydi. Бірақ hurmatlı Müslüman bir toğan, alamatlarını bildik. Hem özümüzge soraydı, menin жүрегім таза mı, taza emes mi?